Наполеон Хиллдің түпсана теориясының екі қыры бар. Бірі түпсананы сіз әлдебір уақытта сезінген мәліметтер мен ойлардың қоймасы деген тұжырым. Екінші тұжырым бойынша түпсана шексіз санаға ашылған қақпа секілді. Бұл тарауда Хилл түпсанаға ең әуелі қойма ретінде қарайды. Өзін-өзі иландыру тарауында түпсанаға қатысты редакторлық түсіндірмені кеңейтер болсақ, түпсана ақпараттар қоймасы болып саналады дегенді психологтар гипнотерапияны қолданумен дәлелдеуге болады. Гипноздың көмегімен психологтар емделушілерге өздерін жаралаған, електен өткізіп тастаған оқиғалар жайлы ақпарат алу үшін түпсанасына есік ашуға септеседі. Бұған қосымша дәлел ретінде мәліметтерді қайтадан жинақтау үшін құқық қорғау органы қызметкерлерінің гипнозды қолдануын айтсақ болады. Ол мысалы куәгердің саналы бөлігі електен өткізіп тастаған автомобиль нөмірі немесе басқа да ұсақ түйектер болуы мүмкін. Нәтижесі түрліше болғанына қарамастан, түпсана адамның саналы бөлігінде жоқ ақпаратқа қол жеткізе алатын қойма екеніне еш күмән жоқ. Түпсананың дәл осы қоймалық қыры бізге жасампаз қиял арқылы келетін кейбір идеяларды түсіндіріп береді. Кейбір жағдайларда біздің саналы бөлігіміз ұмытып кеткен ақпарат пен идеялар бөлігі жаңа идеяны құру үшін бір-бірімен түпсаналық деңгейде байланысады. Және сол идеяны бізге жарқ ете қалған шабыт секілді ұсынатын жасампаз интеллектіміз қабылдайды. Сіз бұл процесті толық бақылауда ұстай алмайсыз, бірақ өзіңізді көп әрі жақсы идеялар ойлап табуға итермелей аласыз. Әбден нық орнығып қалған идеяны туғызатын жарақаттардан келген тәжірибе адамның қалай ойланып, қалай әрекет ететініне ықпал етеді. Егер бұл шындық болса, онда мақсатты түрде бүкіл жігеріңізді пайдаланып, идеяңызды түпсанаға ендіру үшін ойлауыңыз бен әрекеттеріңізге оң ықпал ететін жарақат тәжірибеңіз болуға тиіс. Дәл осылай ғана сіз Хилл қаражат санасы деп атаған дүниені дамыта аласыз. Егер сіз қолдан келгеннің бәрін жасасаңыз, толық сеніммен табысқа жетемін, қалаған нәрсеме қол жеткіземін деген идеяны мықтап санаңызға орнықтырсаңыз, түпсана мұны қабылдайды және сақтайды. Егер сіз сол идеяны мықтап орнықтырып, ол түпсанаңыздағы басым идеяға айналса, ол сонда сақталып тұрған басқа идеялар мен ақпараттарға да әсер етеді. Егер түпсанаңызда бұған дейін ол жерде болмаған осы нақты бағытты орнықтыра алсаңыз, ол ақпарат бөліктерін бір тұтас кейіпте жинайды және жасампаз интеллектінің арқасында мақсатыңызға жету үшін одан да көбірек және жақсырақ жоспар мен идеяларды ойлап табатын боласыз. Әйткенмен Хиллдің айтуынша, мұны тек сеніммен және әдеттің күшімен іске асыруға болады. Сіз мақсатыңыздың аффирмациясын жазуыңыз қажет және оны күн сайын қол жеткізе аламын деген сеніммен қайталауыңыз қажет. Мақсатыңызға қол жеткізген кейіпте айқын әрі жасампаз түрде елестете алуыңыз керек және мұны күн сайын орындауыңыз қажет. Мақсатыма қол жеткізе аламын әрі өзіңізді мақсатыңызға жетуге көмектесе алатын адамдардың көмегіне лайықпын деген кейіпте ұстауыңыз қажет және осы күнделікті қалыптан айнымауыңыз керек.